Сәлеметсіздер ме? Алдымен өзімді сіздермен таныстыра кетейін. Менің аты жөнім Казезова Айгүл Мейрамбекқызы. Алматы қаржы құқықтық және технологиялық колледжінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің оқытушысымын. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қалта телефоны, неологизмдер. Сабағымыздың мақсаты қалта телефоны туралы ақпарат беру, жаңа сөздермен таныстырып, қазіргі неологизмдер туралы білімдерін шыңдау. Жоспар: телефонның шығу тарихы, түрлері, неологизмдер, телефонды дұрыс қолдану ережелері, қорытынды. Әлемде 4,5 миллиард адам ұялы телефонды күнделікті пайдаланады екен. Қазір екінің бірінің қолында ұялы телефон. Бұрын ұялы телефон дегенді тек қана қалталы азаматтардың қолынан көретін болсақ, осы күні титтей балалардың қолынан түспейтін ойыншығына айналды. Өткен ғасырда байланыстың басты құралдары дауысы көршіге естілетін қарапайым телефон болса, техника дамығалы бұл қызметтің бәрін бір ғана ұялы телефон атқаратын болды. Ұялы телефон сымсыз байланыстың ең озық та қолжетімді түрі. Мысалы, телефон қажеттілігіне тоқталсақ, біреумен кездесерде оңай тауып алуға, бір нәрсе жайында сұрай салуға, алыстағы ағайынның жағдайын біліп тұруға таптырмайтын құрал. Адамдар телефонмен тек қана сөйлесіп қоймайды, ойын ойнайды, әуен тыңдайды, бейнеклип көреді, ғаламторға кіреді. Сонымен қатар, ондағы күнтізбесін, оятқышын, еске салғышын, сағатын пайдаланады. Айта берсек, алақандай ғана телефонның мүмкіндіктері өте көп. Ал енді осы екінің бірінің қолында, қалтасында, сөмкесінде, кеудесінде жүрген сотка дегеніңіз адамға қаншалықты зиянды? Сіздерге сұрақ. Бірінші сұрақ: ұялы телефонның адам денсаулығына зияндылығын білесіз бе? Екінші сұрақ: адам қанша уақыт ұялы телефонмен сөйлесе алады? Үшінші сұрақ: ұялы телефон қандай ауруларға душар етуі ықтимал? Төртінші сұрақ: ұялы телефон қандай дене мүшелеріне зиянды әсер етеді? Осы сұрақтың жауаптарын WhatsApp, Telegram, электронды почта арқылы маған жолдауларыңызға болады. Қалта телефонының шығу тарихы. 1875 жылдың 2 маусымында Бостон университетінің шешендік өнер мектебінің профессоры Грэхэм Белл ең алғаш рет байланыстырушы сымдардың көмегімен өз көмекшісінің даусын естиді. Өнертапқыш шотландықтың бұл жаңалығы тарих бетінде телефон деген атпен қалды. Бір қызығы, өнертапқыштың есімі ағылшын тілінен аударғанда қоңырау деген мағынаны береді екен. Арада бір ғасырға жуық уақыт өткенде ең алғашқы ұялы телефондар пайда болды. Иллинойс технологиялық институтының түлегі Мартин Купердің өнертапқыштық бұл жаңалығын қазір әлем халқының жартысына жуығы күнделікті қолданып отыр. Ұялы телефонмен жасалған алғашқы нағыз байланыстың тарихы 1973 жылдың 3 сәуірінен басталады. Ұялы байланыс компаниясының қызметкері Мартин Купердің зерттеулер бөлімінің басшысы Белл Лабзге Нью-Йорк көшелерінде серуендеп жүріп, соққан қоңырауы ұялы телефонмен алғашқы байланыс орнату болды. Ал ол қолданған телефонның салмағы, яғни ең алғашқы ұялы телефон 1,15 килограмм болған. Сол уақыттары Нью-Йорк әлеміндегі ұялы байланыстың базалық станциялары орнатылған әлемдегі жалғыз нүкте болды. 4 жылдан соң Чикагода 2000 абоненттік тәжірибелік ұялы желі құрылды. Ал 1979 жылы бұл өнертапқыштың жаңалыққа күншығыс елі зор қызығушылық білдіріп, 88 базалық станциялардан тұратын алғашқы ұялы байланыстың қызметін бастады. Қазіргі заманда ұялы телефон адамның ажырамас көмекшісіне айналды. Ұялы телефондарды мынандай түрлерге бөлуге болады.
жай ұялы телефон, смартфон, ұялы бейне телефон, жай ұялы телефонда қоңырау шалу, қабылдау, СМС, фотобейнекамера, саз, флеш-жад, интернет, ММС, Bluetooth деген сияқты функциялары бар. Смартфон ағылшын тілінен аударғанда смарт білімді, ақылды. Құрылымы жағынан компьютерге ұқсас болып келеді. Оның ішіндегі функциялар бағдарлама ретінде жасалған. Смартфон жай ұялы телефонға қарағанда күрделі, функциялары кеңейтілген құрылғы. Бейнетелефонда ұялы телефонның бейнекамерасы мен бейнебет арқылы бірін-бірі көріп сөйлесуге болады. Мәтін бойынша мына сұрақтарға жауап беріңіздер. Бірінші сұрақ: алғашқы телефонды ойлап тапқан кім? Екінші сұрақ: алғашқы ұялы телефонды кім ойлап тапқан? Үшінші сұрақ: алғашқы ұялы телефон желісі қашан, қай қалада орнатылды? Төртінші сұрақ: Купер қолданылған ұялы телефонның салмағы қанша еді? Бесінші сұрақ: ұялы телефонға ең алғаш зор қызығушылық танытқан елді атаңыз. Алтыншы сұрақ: смартфон ағылшын тілінен аударғанда қандай мағынаны білдіреді? Мәтін бойынша сұрақтардың жауабын тексерейік. Алғашқы телефонды ойлап тапқан Грэхэм Белл. Алғашқы ұялы телефонды ойлап тапқан Мартин Купер. Алғашқы ұялы телефон желісі 1973 жылы 3 сәуірде Нью-Йорк қаласында орнатылды. Купер қолданылған ұялы телефонның салмағы 1,15 килограмм. Ұялы телефонға ең алғаш зор қызығушылық танытқан ел Күншығыс елі. Смартфон ағылшын тілінен аударғанда білімді, ақылды деген мағынаны береді. Келесі тапсырма сөздікпен жұмыс. Мына берілген жаңа сөздерді бірнеше қайтара оқып, дәптерлеріңізге жазып, жаттаңыздар. Ұялы сотовый, құлаққап наушник, желі сеть, тізгін руль, үнтаспа диктофон, соққан қоңырау звонок, қылтима балкон, серуен прогулка, байланыстыру связывающий, радиожелі радиосет, жалғыз единственный, қолданыс применение, ая радиус, ажырамас неотделимый. Қазіргі қазақ тіліндегі неологизм сөздер. Тілге жаңадан ене бастаған сөздерді неологизмдер немесе жаңа сөздер дейміз. Мысалы, құлаққап, смартфон, құрылғы, ұялы телефон, тағы басқа. Тілде жаңа ұғымдарды білдіретін сөздер тілге алғаш енген кезде ғана жаңа сөз бола алады. Кейін тілге сіңісіп, халыққа әбден танылып, жаппай қолданылған кезде жаңа сөз болудан қалады. Мысалы, космонавт, спутник деген сөздер алғаш пайда болған кезде жаңа сөздер болатын. Кейін бұлар қолданыла келе жаңа сөз болудан қалды. Ал қазіргі жаңа кірме сөздер мен олардың мағынасына шолу жасай кетсек, фидбэк. Бұл сәнді сөз англосаксонның фидбэк сөзінен алынған. Қазақ тіліне аударғанда кері байланыс, қайтарым деген ұғымды білдіреді. Мәселен, көп сайтта фидбэк деген оқырмандар мен кері байланысты айтады. Олардың қандай да бір контентіне, я тауарына баға мен пікірін білу барысында қолданылады. Челлендж. Ағылшын тілінен аударғанда біреуге үндеу тастау, белгілі бір іс-әрекетке шақыру деген мағынаны білдіреді. Мысалы, бір адам жасаған іс-әрекетін видеоға түсіріп, бейне жазба соңынан өз достарын сол әрекетті қайталауға шақыру арқылы іске асырылады. Хайп. Ел алдында арзан атаққа құмарлықты хайп десек те қате емес. Бұл жастардың ағылшын тілінде хайп сөзін атың шықпаса жерерте мағынасымен түсіндіруге болады. Бірақ хайп медиадағы шу мен қызу әңгіме. Келесі тапсырма. Мына жаңа сөздерді сәйкестендіріңіздер. Қылтима, самалық, меңгірік,
тізгін, желі, құлаққап, үнтаспа. Сеть, наушник, балкон, руль, диктофон. Келесі орындайтын тапсырмаларыңыз: мына бейнероликті мұқият тыңдаңыздар. Осы бейнероликте айтылған телефонды қолдану ережелерін дәптерлеріңізге жазыңыздар. Ұялы телефон, міне, сымсыз байланыстың ең озық та қолжетімді түрі. Қазір кезде қалта телефоны зор маңызға ие болып үлгерді. Ғалымдардың айтуынша, 10 жыл бойы күніне жарты сағат ұялы телефонмен сөйлескен адамның глиома дертіне шалдығу қаупі зор. Сондай-ақ эпилепсия, жүйке аурулары мен аққан сияқты дерттің де асқынуына тікелей әсер етеді, ал керек болса. Енді сол сымсыз телефонды дұрыс пайдаланудың өзіндік тәртібі бар дейді мамандар. Толығырақ келесі топтамадан бірге білеміз. Ұялы телефон сымсыз байланыстың ең озық әрі қолжетімді түрі. Қазіргі кезде қалта телефоны зор маңызға ие. Адамдар телефонмен тек сөйлесіп қана қоймайды. Ондағы күнтізбесін, оятқышын, еске салғышын, сағатын пайдаланады. Айта берсең, алақандай ғана телефонның мүмкіндіктері көп. Ал осы телефон арқылы қарым-қатынас жасау мәдениетінің басты талабы тек ойлауға ғана емес, ойды баяндауда да мейлінше қысқалық, жинақылық, нақтылық әрі айқындылықты сақтау. Ұялы телефонмен сөйлесу ұзақ кідірістерсіз, бас артық сөзсіз, оралымдарсыз, артық эмоциясыз өткен жөн. Және біз ұсынатын мынандай кеңестерді де естен шығармағаныңыз абзал. Ешқашан аузыңызды тағамға толтырып алып сөйлеспеңіз. Әңгіме барысында сусын ішу немесе шайнаңдап тұру этикаға жатпайды. Алло, не ғой, мен ғой. Егерде қоңырау шалған адамыңыз сізді бұрын білмейтін болса, алдымен өзіңізді таныстыруды және не мәселе төңірегінде білгіңіз келетінін айту керек. Алло, саламатсыз ба? Менің есімім Ернат болады. Астана күніне байланысты түсірілім бойынша хабарласпын сізге. Егер сіз бір телефонмен сөйлесіп жатқан тұста екінші телефон звондап жатса, ең дұрысы алғашқы әңгімені мүмкіндігінше аяғына жеткізіп, содан кейін ғана екінші қоңырау шалушыға жауап берген дұрыс. Қалта телефонын үнемі өзіңізбен бірге алып жүріңіз. Себебі танысыңыз маңызды шаруалармен қоңырау шалса, сіз алмасаңыз біріншіден ол кісінің ашуын келтіресіз. Екіншіден дер кезінде тұтқаны көтермесеңіз, кейіннен кеш болып қалуы мүмкін. Қоғамдық орындарда да сөйлесуге болмайды. Өзгелерге кедергі келтірмес үшін тасалау жерге немесе адамдар аз орындарда сөйлесіңіз. Ең бастысы көпшілікке зияныңыз тимесе болды. Рефлексия пирамидасы. Бүгінгі өткен жаңа тақырып бойынша есте сақтау керек бір маңызды мәлімет жазыңыз. Жаңа тақырып бойынша көбірек білгіңіз келетін екі мәлімет жазыңыз. Жаңа тақырыптан меңгерген 3 мәліметті жазыңыз. Бүгінгі тақырып бойынша үйренген 4 мәліметті жазыңыз. Үйге тапсырма. Мына суреттерді пайдаланып, шағын әңгіме құраңыз. Әңгімеңізден неологизм сөздерді тауып, астын сызыңыз. Бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, ұялы телефон радио желі арқылы байланыс жасауға арналған құрал екендігін айта кеттік. Егер де ұялы телефонды қолданғанда өз ережесіне сай қолданылса, айтарлықтай зияны жоқ. Бірақ сол ережені сақтамаудың кесірінен көптеген ауруларды адам өз қолымен жасап отыр. Ауырып ем іздегенше, ауырмайтын жол ізде деп қазақ халқымыз айтқандай, ұялы телефоннан қорғану ережесін сақтап қолдансақ, нұр үстіне нұр болар еді.